бүгінгі мына біздің аналар институтының қоғамның біріккен ұйымынан біздің бүгінгі жоспарымыздың тақырыбымыз наурыз думан тақырыбында осы бір іс-шара жүргізудеміз. Мынау елімізде санитарлық талаптарға байланысты біз оқушыларымызды шақыра алмадық. Өкінішке орай. Енді біздің 35-ші мектептің ата-аналарымыздың арасында өте керемет шебер ата-аналарымыз бар екен. Осы тақырыпқа байланысты наурыз думан тақырыбындағы мақсаты біздің мына ұлттық нақышымызды, ұлттық дәстүрімізді сақтай отырып, қыз балаларымызға, аяз атына арналған керемет әшекейлерімізді он саусақтарынан өнері тапқан ата-аналарымыз бар екен. Осындай керемет ойын жасайды екен. Қыздарымызға өкінішке орай біз оқушыларымызды шақыра алмай қалдық. Сондықтан да осы ата-аналарымыз Нұргүл ханым, Ботагөз ханым өздерінің керемет өнерлерін ортаға әкеліп берген. Қазір сіздерге қандай заттарда керемет әшекейлеріміз жасалатын жолдарын сіздерге түсіндіріп береді. Мысалға, Нұргүл ханым әншіңіз өте керемет әшекейіңіз атауы қалай, неден жасалған? Бұның атауы бізде диадема деп аталады. Бұны қыз балаларға арналған, тұсау кесуге тағуға болады. Мысалы, тұсау кесуге не үшін тағатындар? Кішкентай балаға басына кигіземіз. Басына кигіземіз. Үкілі тақия дейді. Тақия екен осында да? Бұны кетіргені ойып аламыз. Одан кейін әдемі қустар-қустармен әшекейлейміз. Және де міндетті түрде ұтытаған яғни көз тимесін деген сияқты. Осында қыз бала, кішкентай қыз бала киген сонда тақия есебінде керемет. Қараңыздаршы, қандай керемет, өте керемет тастардан үкісі бар, әдемі ойынмен керемет. Нұргүл ханымыз біздің өте керемет жасап сіздерге көрсетіп жатыр. Керемет. Ары қарай өзіңіздің тағы да қандай бұйымдарыңыз бар? Және де мынадай кетірген қиылады, бұл сырға. Бұл сырға, қыз балаларға. Бұның бәрін қолдан жасауға болады. Мына жердің бәрін, ілгіктердің бәрін қолмен. Қараңыздар, керемет қандай. Мына ойды өзіңіз ойдыңыз, да? Өзіміз оямыз кетірген. Одан кейін үкілі брош дейді. Мысалы, қыздарға құда түсіп барған жағдайда осылай шашына немесе көкірегіне тағуға болады. Одан кейін балаларға осындай көстемес үшін әдемі тегіншілерді балалардың аты жазып қоюға болады. Аты жазуға болады. Мұнда өзіңіз жасауыңыз. Және де мынадай броштарымыз бар. Аналарымызға мындай пальтоның әшекей есебінде табуға болады. Мындай түрлері бар. Мынау бұл да әшекей, мойынға тағатын. Бұның барлығы бөлек-бөлек заттар, бұның барлығын жаңағы моншақтарды араластырып қосып, қарағандай өзінің инструменттері бар. Барлығының қастыры салынады. Өзінің арнайы құралдары бар. Жасалынады. Керемет тауға болады ма? Және де тағы мінекей мынадай әдемі ақ маржан тастардан жасалған брошка. Керемет үстіңіздегі әшекеймен бизнес Иә, бұл өз жұмысы. Бәрін осылай бөлек-бөлек Иә, енді мынау
көбінесе қыз балдары бар ата-аналардың осылай болады енді жұмыстары көбінесе қызығушылығымыз баламызға бірдеме жасаудан бір ерекше өзіміз соларға үйретуден жұмысымызды бәрі содан басталған. Енді арнайы кәсіп қылып айналыспасақ та өзіміз балдарымызға үйретейік, қолымыздан біздің де келеді ғой деген сондай мақсатпен қызығып жасалынған дүние. Иә, қызығушылықтан туылған дүние. Бұл жаңағы алдыңғы жұмыстың жалғасы сияқты бұл да тастармен біраз болды ма жастар жүргенде? иә, бұл енді где-то бір 5 жыл бұрын жасалған дүние. Бұл жерде енді 4 қызым бар. Оны айтпай ақ қояйын. Қыздарымды айта кетсем, 4 қызыма 4 жапырақты өзім ойластырып, оюды өзім ойдан құрастырғам. Бір айдың шамасында өзім асықпай ұсақ тастармен тіккен. Бесік ұсақ тастармен енді көп уақыт алады, соны асықпай отырып, 4 қызым 4 жапырағын деп өзім осылай тіккен. Осылай тіге беруге болады жалпы. Тастардың өз несі бар. Тастар да бөлінеді. Қарапайым тас және теріскеш тастар дейді. Тастың өзінің жан-жақтан келетін әйнектен жасалатын, пластикадан жасалатын түрі бар. Тасты өзіңіз іздеп зерттесеңіз, тастың да ұсақ тастың әр жақтан, әр қаладан келеді. Және соған қарай бағасы да әртүрлі. Сала күнде тұртам сана шаттық сыйлайтын күн баршаға